Ал Дубайдан келгеннен кейін зорға жұмысқа кірістік қой. Адам негізі жақсы нәрсеге тез үйренеді ғой. Демалып жүре берсем деген сияқты. Бүгін цехқа келіп, двойной кругты машинаға артып, бүгін Алматыға салып жіберім керек осыны. Сосын сіздерге күшті жаңалығым бар. Мен YouTube'дан айлыққа шықтым. Ура! Енді айлық жүретін болған екен, одан да бетер мотивациям оянып, YouTube'ға көбірек видео салуға тырысып жатырмын. Осы каркастарымды Алматыға салғаннан кейін кешкіге воздушный шарға заказым бар, соны жасаймын. Бүгінгі заказдың шарларын мен Шымкенттен алдырттым, себебі менде біраз шарларым қалмай қалған еді. Мысалға леваны, цифраларды. Негізі мен бұндай заказдың, воздушный шардың көп істеймін, күніне 3-4 заказдан істеймін негізінде, бірақтан оның барлығын түсіріп салуға менде мүмкіндік болмайды. Негізі менде мобилограф бар тұғын. Осы уақытқа дейін мені түсіріп жүрген сабақтарымды, осы TikTok-тағы видеоларымды, YouTube-тағы видеоларымды, бірақ ол кісі енді заказы көбейіп, тойдың сезоны, love story түсіреді деген сияқты көп қол босамай қалып жатыр. Соған байланысты көп видеоларымды түсіре алмай қалдым. Енді маған Сарыағаш қаласынан мобилограф керек. Ләжі болса, қыз баласы болса, менің қасымда жүретін, менің постоянно видеоларымды түсіріп, монтаждап беріп отыратын. Егер болмасам, тағы бір вариант бар, маған профессиональный штатив керек. Кәдімгі простой штатив алғанмын 8.000 теңгеге, ол деген Эляха деген китайский. Сынып қала берді, мен балдарым-ақ бір ұрып сындырады оны. Сондықтан маған профессиональный штатив болса, өзім-ақ түсіретін едім, өзім-ақ монтаждайтын едім негізінде ше. Сол ендігі мақсат маған штатив керек, одан кейін кішкентай настольный штатив керек, одан кейін құлағыма кәдімгі AirPods емес, именно наушник алғым келіп жүр ше. Ал бүгінгі заказға мен 4 штук воздушный шар, гелевый шар, 2 деген цифра и леваны ұрып жатырмын. Леваның бағасы 5.000 теңге, цифраның бағасы 4.500 теңге сатылу бағасы. Ал 1 штук гелевый шарлар 800 теңгеден, конфеттимен болса 850 теңгеден сатамыз. Заказ бергілеріңіз келсе, маған WhatsApp-қа жазыңыздар, мен өзім жауап беремін. Ал егер де осындай шар бизнесін үйренгім келеді, сіз сияқты үйде отырып табыс тапқым келеді дейтін болсаңыздар, маған WhatsApp-қа жазыңыздар. Қазір курстарыма скидка беріп жатырмын. Оның үстіне 12 айға бөліп төлеуге болады. Рассрочка басталды. Редпен алам десеңіз 3 айға бөліп төлей аласыз. Рассрочкамен алам десеңіз 12 айға бөліп төлеуге болады. Процентсіз. Осы уақытқа дейін 300-ге жуық шәкірт оқыттым. 300-ге жуық шәкірттің қазір 90-95% жұмыс істеп жатыр. Осы шар бизнесі арқылы табыстарын тауып жатыр. Үйде отырған аналар көбінесе. Бұл бизнес қосымша табыс көзі ретінде, основной жұмыс ретінде өте ыңғайлы, табысты трендтегі бизнестің бірі. Осы шармен оформление жасау арқылы бір күнде 240 мың теңге табыс тапқан шәкіртім бар. Айына кем дегенде 300 мың, 400 мың теңге табыс табуға болатын бизнес негізі бұл. Ал мен бүгінгі заказымда осылай такси шақырып, таксиден шарларымды салып жібердім. Клиент өзі күтіп алады. Қалай, сіздерге ұнады ма? Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.